Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл-күйлерің қалай? Бүгінгі күндерің жақсы өтсін деп тілеймін. Ендеше шат көңілмен сабағымызды бастайық. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ш дыбысы мен әріпі. Балалар, ең алдымен менің айтқанымды бәріміз бірге қайталайық. Өсеміз біз күліп ойнап, он саусақтың саласындай. Өсеміз біз күліп ойнап, бір адамның баласындай. Жарайсыңдар балалар, енді орнымызға жайғасайық. Балалар, өткен сабақта қандай дыбыспен әріпті өттік? Дұрыс айтасыңдар балалар, ал енді д дыбысы бар сөздерді еске түсірейік. Дода, дана, дала, дара, доға. Өте жақсы балалар. Балалар, қазір біз жаңа дыбыспен танысамыз. Тақтаға қараңдаршы. Қандай суреттер көріп тұрсыңдар? Суретте шара, шырын, шора және шардың суреті берілген. Балалар, кімдер аулада жүр? Дұрыс айтасыңдар, шара мен шырын. Шора аулаған немен шықты? Дұрыс айтасыңдар, шармен шықты. Шара мен шырынға қандай шар берді? Шараға сары, шырынға қызыл шар берді. Ендеше осы сөздер арқылы қандай жаңа дыбыспен таныстық? Дұрыс айтасыңдар, бүгінгі жаңа тақырыбымыз ш дыбысы және әріпі. Қане, бәріміз бірге ш деп айтып көрейікші. Ауыздан ауа қалай шығады? Дұрыс айтасыңдар, ұзақ созылып, тыныш шығады. Бұл дауыссыз дыбыс. Дыбыстың таңбасы ш әріпі. Балалар, енді оқулықтың 46-шы бетін ашыңдар. Берілген сөздерді буындап бірге оқитын боламыз. Аш, шар, шам, шырша, шаш, шара, шашу, шырмауық. Өте жақсы балалар, ал енді қуаныш мәтінін бірге мұқият тыңдайық. Шынар мен шырын аулада. Шона шармен шықты. Шырын сары шарды ал. Шынар сен қызыл шарды ал. Олар қатты қуанды. Енді кім мәтіннен ш әріпі бар сөздерді таба алады? Дұрыс айтасыңдар балалар, шынар, шырын, шона, шар деген сөздер. Енді дәптерімізді ашайық. Ш әрпін тақтаға жазып көрсетемін, бәріміз бірге ауада жазамыз. Кім әдемі жазады екен көрейік. Енді дәптерге түсіріп жазамыз. Әріптің бас және кіші түрін дұрыс жазуға тырысамыз балалар. Жарайсыңдар, әріптерің өте ұқыпты. Балалар, енді кішкене жаттығу жасайық, тіл жаттықтырамыз. Ша, 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 мынау арша. Шу, 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 қалың орман ну. Тамаша, дыбысты анық дұрыс айтып отырсыңдар балалар. Келесі ребусты шешіңдер. Дыбыстық сызбада қандай сөз жасырылған? Дұрыс айтасыңдар, жауабы шырмауық. Балалар, бүгін қандай дыбыспен таныстық? Дұрыс айтасыңдар, бүгін ш дыбысымен таныстық. Ол қандай дыбыс? Дұрыс айтасыңдар, дауыссыз дыбыс. Қандай сөздерде кездеседі? Дұрыс айтасыңдар, шар, шам, шаш, шырша деген сөздерде кездеседі екен. Керемет балалар, сендер бүгін өте жақсы жұмыс істедіңдер. Балалар, енді ш әріпін санағыштардан жасап көрсетейік. Ал мен сендерге ш әріпін осындай қаламдар арқылы жасап көрсеттім. Балалар, егер бүгін бәрін түсінсек, сағат тілін жоғары, егер кішкене шатасқан болсақ, сағат тілін жанға, егер әлі де сұрағың болса, төменге қаратайық. Керемет, барлығың белсенді қатыстыңдар. Сабақ сендерге ұнады ма?
Маған сендердің еңбектерің қатты ұнады. Келесі сабақта да осылай жақсы қатысамыз, жарай ма? Сау болыңдар балалар.